Қайырлы күн, Алтынайский YouTube арнасынан жазылып жатқан барлық оқырмандар, көрермендер. Сіздерге қазір осы бір видеоны жасау жолын көрсетемін. Ешқандай қиындығы жоқ. Видеоны аяғына дейін қарасаңыздар, барлығын анық көрсетуге тырысамын. Бұл жердегі басты ерекшелік осы бір анимационный элементтермен жұмыс жасау, эффект беру, біреу балдырма, сол сияқтыны қалай жүргізу керек, соның барлығымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге Pinterest деген приложение керек. Ол жақтан осы картинкалардың барлығын біз көшіріп аламыз. Сізге кез келген картинканы сіздер Pinterest-тен ала аласыздар, бірақ енді авторлық құқықтарынан абайлаңыздар, но сонда да сол жақтан алуға болады. Одан кейін осының артқы фондарын қиямыз осылай. Бұл фотоларды скачать ету үшін Pinterest-ке кіреміз. Астындағы лупаның үстін басамыз, екіншісін, и сол жерге поиск идеи дегенге өзімізге керекті заттың аты жазамыз. Например, бізге қазір русалочка Ариэль керек. Осылай жазамыз. Мысалы, Ариэльдің мына жерде үлкен бойжеткен кезі, бізге кішкентай Ариэль керек. Сондықтан маленькая деп іздейміз. Кез келген фотоның үстін бассаңыз, осылай мысалға балықтың жеке өзін үсті керек болса, осы балықтың үстін басамыз, уже арғада астында балықтардың суреті шығады. Мына жаққа мен қазір маленькая деп жазамын. И вот қарасаңыздар шықты. Соның үстін басасыз, өзіңізге ұнаған картинканы уже астында соған ұқсайтын көптеген картинкаларды шығарып отыр. Мына жақта 3 точка бар төбесінде, соны басасыздар да скачать изображение дегенге бассаңыздар, галереяңызда скачать етіледі. Кез келген картинканың үстін басасыздар, жоғары жағындағы 3 точка, и сонымен скачать дейміз. Мына жақта қарасаңыз, уже теңіздің түбі бар, мынандай картинкасы бізге керек. Осылай бұл жақтан астында уже ұқсастары шығады дегендей. И кез келгеннің үстін басасыздар, қайтадан айтам, үстіндегі 3 точканы басасыздар. И скачать изображение деп галереямызға сақтап аламыз. Вот. Сақталды изображение, скачать изображение деп. И одан кейін бізге артқы фон қию керек. Google-ға барамыз да, remove background деп сайттың атын жазамыз. Сол жерде ең бірінші шыққан адресный строчканың үстін басамыз. Содан кейін мына жақта загрузить изображение деген бар. Соның үстін бассақ, бізге файлға лақтырады. И недавно файлдың арасынан немесе галереямыздан керекті жаңағы скачать еткен фотоларымызды әкеп қоямыз. Осылай артқы фон сразу қойып береді, скачать дейміз. Бұл жерде әрине сапасын жоғалтады, бірақ біз сапасын через CapCut, через наложение қойған кезде көтеретін боламыз. Сөйтіп әрқайсысын жасап аламыз. Потом новый проект деп CapCut-қа кіреміз. Жаңағы теңіздің түптері бар, біз скачать етіп алған. Сол картинканы әкеп қоямыз. Одан кейін мына жақта концовкасында CapCut деген водяной знактың үстін басамыз да, астынан удалить деп сразу шығады. Картинканың суретімен соны удалить етіп тастаймыз. Потом картинканы шетін тартып тұрып, оңға қаратай жылжытамыз. И керекті бізге 1 минуттық видеома, 39-40 минуттық видеома, 40 секундтық видеома дегенде соғанға дейін тартып ұзындығын келтіріп аламыз. Одан кейін через добавить наложение деп бағанағы Ариэльіміздің суретін алып келіп қоямыз. Әрине сіздер Маша Медведь, басқа да балаңыздың любимый персонажымен жасай бересіздер. Тек мен сіздерге осы жолмен жасай берсеңіздер болады. Қазір сіздерге мен осы Ариэльдікімен жасап көрсетіп жатырмын. Тоже керекті жерінен тартып апарып аласыздар. Одан кейін тағы да добавить наложение дейміз да, жаңағы керекті қызымыздың аты жөнін жазамыз. Ол Золотая мен Адина деп жазып алдым. Қалай жазылу керектігін тоже видеоның соңында сіздерге көрсететін боламын. Осылай үлкейтіп, екі саусағымызбен тартып үлкейтіп қойып аламыз. Одан кейін астына, мысалы, тойға шақыру деген сияқты басқа да жазсаңыздар болады. Тоже суретпен екеуісін бірдейлестіріп әкеп қойып аласыздар. Қайтадан астындағы стрелканы басып, и добавить наложение деп, текст деп, добавить текст деп, туған күн кешіне шақыру деп жазайық. Текстпенен наложениялардың ұзындықтарын бірде қыламыз. Потом стиль дегенге кіріп, шрифт деген үстін басып, добавить шрифт дегеннің ішінен осындай бір шрифт таңдап аламыз.
Бұл шрифттарды сіздер осы каналға жазылғандарыңыз үшін сіздерге тегін беремін. Көптеген түрлері бар. Мен ана жақта бір 7-9 шақтысын ғана CapCut'қа өзім постоянно пайдаланатындарымды қойып қойғам. Сіздер де алып пайдалана бересіздер. Потом стильге кіріп, осы бір эффектінің арасынан өзіңізге ұнаған бір эффектіні таңдап аласыздар. Орналастырамыз. Келесі этапқа көшеміз. Келесі этап бізде ол тағы бір наложение арқылы мына жақтағы Ariel'імізге анимация беріп бастасақ болады. Әр қайсына жеке-жеке анимация береміз. Одан кейін сапасын арттырамыз. Эффекттің арасынан менде бағана видеоның басында пузырьки ішіп жүрді ғой. Дәл солай пузырьки, егерде сізде CapCut'тың не обновленный версиясы болса, осы предпоследний версиясы болса, ішінде наяқта эффекттің арасында ол бар. Пузырьки деп тұрады. Походу погода ма, соның арасында бар. Бірақ менде уже бұл видеоны түсірем дегенше пузырьки уже обновленный версиядан жоқ болып кетіпті. И сондықтан андай футажы деген видеоны Google'дан тауып алдым. И соны қазір қойып жатырмын. Потом на смешение дегенге бассаңыздар, мынандай түрлісі бар наложениялардың. И вот сдвиг дегенге алып келіп, мен қайсына келеді. Мысалы, наложение деген әкеліп, кішкене азайтсақ, мынандайын видео вроде бы пузырьки нормально көрінеді. Потом слой дегенге барамыз да, бір дегенге қоямыз. Яғни тек қана мынау артқы Ariel'дің бетінде емес, артындағы фонның бетінде ғана жүр, қарасаңыздар. Вот осылай да, яғни егер эффекттің арасын таппасаңыздар, футажи пузырьки деп іздеп Google'дан осылай резкостін беріп, через наложение қойып, жасай берсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Немесе басқа да эффект берсеңіздер болады. Менде енді пузырьки болғаннан кейін сіздерге қалай жасалуын көрсетіп жатырмын. Вот оны енді мына жақта оңға тартып, видеоның аяғына дейін апарамыз. Яғни бізге именно футаж керек қой, пузырьки, соның үстін басамыз, осылай тартып көреміз. Егер тартылмай жатса, онда астында оңға солға қарай жылжытсаңыздар, копировать деген бар. Сол копировать дегенменен қайта-қайта копировать етіп, видеоның яғни керекті жеріне апарамыз. Осылай ұзын болып кетсе, сол видеоның үстін басамыз да қайтадан. И астында разделить деген кнопка бар. Соны басамыз, керек емес бөлігін удалить етіп тастаймыз, болды. Келесі этап добавить текст деген үстін басып, біз келесі текстімізді келіп қоямыз. Мына жақта интермен астыларын басып, астыға түсіріп, сіздер реттестіріп аласыздар тексттарыңыз, менде реттестіріліп тұр. И тоже оңға тартып, текст үстін белгілеп алып, оңға тартып, керекті ұзындыққа дейін жеткізесіздер. Сразу сол текст, сразу сол эффект сақталады. Одан кейін сразу анимация беріп бастасаңыздар болады. Мына жақтан сырғып келеткен анимация берсек болады, немесе мына жердегі анимациялардың ішінен таңдап өзіңізге ұнағанын аласыз. Барлығына анимация, яғни текст біреуін қалдырмайсыздар, яғни видеода бәріне анимация беріп шығамыз. Мына жақта міне анимация деген кнопка бар, сол жақтан қарайсыздар. Вот мына жерде осылай волна сияқты түсетін бар. Немесе мына жерден осы текстімізді осылай түсіп, потом арқартай уже толқын сияқты болып тұрған қаласаңыздар, яғни мен мына жерде су ғой, и сол текст белгілеймін, разделить етемін. Келесі бөлігіне тағы да анимация беріп, петля деген жақта волна деген бар, волна 2 деген. Соғының үстін басамын. Волна 3, міне волна 2 деген бар. Сосын медленно кішкене тартамын астындағы ползунокты. И қарасаңыздар, судың үстінде текст как волна болып тұрған сияқты эффект береді. Вот осылай шығады текст. И одан кейін уже арқартай волна кетеді. Келесі анимациямызды береміз, яғни балдырға. Мына жерде добавить наложение деп балдырымызды алып келіп қоямыз. Артқы фоны қиылған балдырды добавить дейміз. И одан кейін керекті ұзындыққа дейін ұзартамыз. Оңға солға тартып, екі қолымызбен үлкейтеміз. И мынандай оңға тартып тығамыз. Яғни мына жақтан кішірейтеміз.
и тығып қойғаннан кейін мына жақтағы мына бір ромбик тұр ғой, плюсик деген ромбикті басынан бастап аламыз да, плюсик деген ромбикті басамыз, и сосын кейін қолымызбен жаңағы тығып қойған жағымыздан біртіндеп тартып осылай алып келіп астындағыны да жылжытып соңына барып қайтадан ромбикті қоямыз да, и ары қаратай мынаны жылжытамыз. Сол кезде бізге анимациямыз берілу керек. Мына жерде ортасынан басталып кетті, сондықтан қайтадан ромбикпен ойнаймыз. Басына қойған мына жердегі тұрған қызыл ромбикті аламыз да, қайтадан үстіндегі минусты басамыз, и сосын кейін артқа қайтадан тартып мына ромбигімізді, балдырымызды оң жаққа тығып қоямыз, сосын қайтадан осылай шығарамыз. И астындағыны видеоны да жылжытып отырамыз екі қолмен. Сол кезде қарасақ, мінекей балдырымыз уже шығады анимацияменен, и мына жаққа сол жаққа қаратай қайтадан тығылып жылжып кетеді. Яғни мына жақтан шығып пайда болып, былай қаратай жоқ болып кеткен сияқты эффект береді. Тоже үстіндегі ромбикпенен қайта жасап үйреніп алыңыздар. Одан кейін мына текстімізға енді мен мына жерде қайтадан өзгертіп жатырмын. Яғни скольжение мына жақта балдырмен бірге тығылып тоже шыққан сияқты эффект беремін деп астындағы ползунокпен медленно қойдым. И сөйтіп екеуі де бірге оң жақтан шыққан сияқты эффект береді бізге. Анимация береді. Міне қараңыз, балдыр шықты, и уже артынан текст шықты. Ары қаратай уже волна болып кетеді текстіміз. Вот осылай осы жерден анықтап, асықпай отырып жасап алсаңыздар болады. Одан кейін қайтадан добавить текст деп уже келесі тексттарымызды енгізіп, жаңағыдай артынан фоны қиылған қызымыздың суретін алып келіп, келесі этаптарды біз уже қайталаймыз. Тоже қоятын жерімізге алып келіп, размерін үлкейтіп, кішірейтіп дегендей астынан анимация береміз. Фото қиылғаннан кейін ол бәрібір сапасын жояды, жаңағы Remove Background деген сайттан қиған кезде. Сол үшін астындағы настроить деген, панель управлениенің арасына настроить деген кнопканы тауып аласыздар. Оңға жылжытсаңыздар шығады, мінекей. Изменить деген жанында отыр настроить деп. Сол жерден резкісін кішкене көбейтесіздер, 30-ға 31-ге дегендей. И птичканы басып сақтап аласыздар. Яғни кішкене сапасы көтеріледі фотоның. Одан кейін сразу анимациясын беріп жасап аласыздар осы жерден. Болды, ары қаратай келесі этапқа көшеміз. Тоже астында ползунокты үлкейтіп, медленно или быстро шығуын қарайсыздар. Бағанағы анимациясын берген балдырымыз, осы балдырды енді қайта біз ромбикпен жасап жатпаймыз, үстін басамыз да, астындағы копировать деген элемент бар. Сол копировать деген кнопканы басып, біз оны бірнеше болып жасап аламыз, и үстін басып тұрып, осылай тартып керекті жерімізге алып келеміз. Яғни уже келесі слайдпен текст ауысқан кезде, вот мынау келе жатады осылай, и келесі тексттар шығады уже. Тоже добавить астынан сол жақтағы стрелканың үстін басып, қайтадан текст дегенді басамыз да, добавить текст деп келесі уже тексттарды енгіземіз. Одан кейін бұл жерде тоже оңға қарап текстің үсті белгіленіп тұр ғой, аппақ болып, и оңға тартып керекті ұзындыққа дейін алып келіп аласыздар, минут секундқа дейін. И одан кейін тоже екеуі тексттің кішкене ортасына алып келіп, екіге бөліп, бірінші бастапқыға тоже скольжение налево, направо дегенді қойып, потом келесі бөлігіне волна дегенді таңдаймыз. Өздеріңізге қарайсыздар, енді именно суды қалап осылай менікі сияқты жасасаңыздар, онда тура осы анимация, тура осы эффекттермен жасасаңыздар, өте әдемі шығады. Астындағы ползунокпен прям тез шығу немесе жай шығуын өздеріңіз регулировкасын келтіресіздер. Одан кейін птичканы басып сақтап аласыздар. Болды. Келесі текст жазып болғаннан кейін, алдында көрсетілгендей добавить наложение деп келесі фотомызды қоямыз керекті жерімізге. Тоже анимациясын береміз. Астында настроить деген
кнопканы басып резкостін үлкейтеміз. Вот мына жерде ыңғайластырып қойып алдым. Астында міне настроить деген кнопканы іздеп жатырмын. Настроить и резкостін кішкене 30-31-ге алып келемін да птичканы сақтаймын. Применить ко всем десеңіз, бүкіл фотоларыңыз осы резкостьпен кішкене качество сапасы көтеріледі. Немесе каждый жеке-жеке жасасаңыздар болады. Сразу анимация береміз. Өзімізге ұнаған анимацияны. Мына жерде скольжение тоже іздеп жатырмын. Яғни мына жақтан балдыр кетеді, артынан русалкамыз шығады дегендей. Осылай птичканы басып сақтап аламыз. Тоже бұның да уже настройкасы жасалып бітті. Яғни текст шығады, тексттің ұзындығы менен мынау картинкамыздың қойған русалкамыздың ұзындықтары екеуі бірдей болу керек. Тағы да балдырымызды белгілейміз, тауып аламыз да астынан балдырды слойлардан копировать деп үстін басып тұрамыз да, балдырдың үстін басып тұрып прям қолымызбен, саусағымызбенен и тартып алып келіп қоятын жерімізге, яғни келесін русалка бітті, текст бітті, сол жерден басталатын жерге дейін әкелеміз де белгілеп, тартып алып келіп орнына қоямыз. Одан кейін уже сол балдырдың біткен жерінен бастап белгілеп, сол жерден бастап астынан мына жақтағы стрелканың үстін басып, текст деген кнопканы басып, келесі добавить текст деп келесі тексттарымызды уже енгіземіз. Бұл жерде де сіздер алдыңғы видеоның алдыңғы бөлімдерінде көрсетілгендей, сол анимацияны, сол эффекттарды через наложение алып келіп, жаңағы русалкамыздың суретін қойып, резкостін арттырып дегендей, сол бір нәрселердің барлығын қайталайсыздар. Сол бір бағытты дейме, қалай деп айтсам болады. Сол нәрселердің барлығын қайталап келіп жасай бересіздер. Мен енді осы видеоны ұзағынан қылтырып көрсетпей қояйын сіздерге. Сонымен болды. Қазір видеоның обложкасын жасауды көрсетемін. Яғни осылай бүкіл видеоларымызды жазып бітіргеннен кейін видеоның алдына барамыз. Вот мына жақта обложка деп тұрады. Соның үстін басамыз да видеодан өзімізге ұнаған бір бөлігін немесе осыны алып келіп обложка түрінде аламыз и сохранить дейміз. Сол кезде сіздер WhatsApp-пен немесе Telegram-мен жіберген кезде осы бір бөлігі алдыңғы түрде тұрады. Одан кейін астындағы звуки дегенмен алып, мына жақта папканы алып, с устройства немесе извлечено болса, видеодан извлечь етіп алған музыкаларыңызды алып келіп қойып монтаж жасай бересіздер. Енді жаңа қызымыздың Адина деп әдемі золотистый қылып жаздық қой. Соны қалай жаздық көрсетемін. Ол үшін Pixelab деген приложение керек. Ол андроидтарда ғана, енді айфондарда мен білмедім. Может, базартпен жасай аласыздар. Сол кезде кіргенде осындай золотистый не шығады, new text деп, сол жаққа қызымыздың атын жазамыз и окей дейміз. Потом мына жақта фонд А деген үстін басып, оңға қаратай жылжытсаңыздар, мына жақтан фонд деген шығады, міне фонд, яғни әріптері. И my fonts тоже жаңағы бесплатно орнатылған мендегі шрифттар, алардың барлығы сіздер YouTube каналға жазылғандарыңыз үшін сіздерге оны бесплатно беремін. И осы жақтан өзіңізге ұнаған, маған мысалы Асылбек деген шрифт ұнайды. И соның үстін басып, біз окей дегенді басамыз да сол шрифтін таңдап аламыз. Яғни өзіңізге ұнаған бір шрифтін таңдап аламыз, окей дейміз. Одан кейін астындағы элементтерден тоже мына жақта текстюр дегенге барсаңыздар, кішкене размерін сейз деп үлкейтіп аламыз. Жұмыс істеуге ыңғайлы болсын, птичканы қоямыз. Потом текстюр дегенге барып, мынау галереяның үстін бассаңыздар, өзіміз скачать етіп алған осындай бір золотистый бір картинканы алып келіп қоямыз. Астынан тоже ползунықтардың ары-бері жылжытсаңыздар, мына жақта, яғни картинкадағы бөлімдерімен жарығы былай деген сияқты осындай болып түрленеді. Яғни сіз скачать етіп алған картинкаңызға байланысты. Менде мына жақта тені бар, сондай картинка болды ғой. И птичканы басамыз. Сол кезде осылай Адина деген әдемі жазылды. Енді біз бұны астындағы үшінші кнопка емес, төртінші кнопка, слой сияқты төртінші кнопканың үстін басамыз да, transparent деген бар. Вот мына transparent, яғни прозрачный фон, артқа зеленый емес, уже прозрачный фон болды. Сразу save as image деп, біз save to gallery деп галереямызға сақтап аламыз. Болды осымен.
назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен көп рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге каналға жазыла кетіңіздер. Әлі талай видеолар шығаратын боламын. Пайдаларыңызға ассын. Сіздер де табысты болыңыздар. Үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.